Осы разборды ұзақ мен создым, неге екенін. Но бірақ мен айту керекпін, жеткізу керекпін. Мен негізі по частям былай түсіндіріп келем. Ойбай, өзіңді сүй, өзіңді бағала, еркекке қатты ғашық болма, өзіңді құртасың. Егер еркегіңе қатты ғашық болсаң, сен ортақ балаларыңа да қатты ғашық боласың, аналық махаббатыңды мөлшерінен тыс бересің, еркегіңді мөлшерінен тыс жақсы көріп, анасының рөліне енесің. Сол кезде сендердегі идея мен о бастағы махаббат үзіледі. Неге дейтін болсаң, бізді Алла тағала былай жаратқанда, енді жаратқан әйел адамдар, біздер ласка, махаббат, құшақтау, аялау, сүю, еркелетуге зәруміз. По природе. Курсымда осы біздің гормондарымызға толық тоқтаған болатынмын, но бірақ сіздерге кішігірім түсіндіріп өту керекпін. Өйткені сіздер менің курсыма қатыспағансыздар, білмейсіздер, иә? Әйелдерде мөлшерінен тыс окситоцин гормоны болса, біздің гормонымыз, иә? Жаңағы құшақтасу, сүйісу, обнимашки, целовашки, еркелеп жату, көп жақсы андай ғашық сөздер есту бізге айтса, иә? Біз осы гормон бізді сондай керемет сезімге бөлейді. Ал еркектерде тестостерон гормоны көп. Жаңағыдай жаулап алу, бағындыру, жетістікке жету, бүкіл жаңағы жанмен алыса отыра бір жетістікке жету, тестостерон жаңағышы, от души перу, ол өмір күндіз болса да түнде де, иә? Сондықтан осы гормон оларда көп. Еркекке қатты ғашық болма, оны түсін. Күндіз мақтап қой, түнде жақсылап сігіп ал дейді, иә? Жаңадан қосылғандар бірден шошымаңдар, ойбай депші, кімнің парақшасындасың, ұмытпа. Мен дипломированный психолог және секс коучпын. Иә. Вот. Сол үшін оларды түнде от души, страстно, неше түрлі позамен пиріп алу керек. А күндіз түсіну керек. А когда, девочка моя, сен қатты ғашықсың еркекке, сен оған почему-то окситоцин гормоныңа өзің бөленгің келіп, оған артығынан, мөлшерінен көп ласка, внимание, жылы сөздер, құшақтау, оны ырбита бастайсың осылай. Яғни, саған ондай қарым-қатынас болу керек, бірақ сен оған бере бастайсың. Түсініп отырсың ба? Реакция бас? Кіре салысымен миыңды шайқап жатырмын ба? Түсінемін. Ауыр, но қайта стористеріңді көре отыра, реакцияны баса отыра, тыңдай берші, одан жаман болмайсың. Иванның жатып ішеріне арамыз. Инвалид қыпшы. Ойбай, мықты керім еркек еді, дым істегіз. Иванның жатып ішеріне айналдырамыз. Инвалид қыпшы. Вроде бы ойбай, мықты керім еркек еді, дым істегісі де келмей қалды ғой сенің жаныңда. Өйткені сен оған керек сезімдерді беріп жатырған жоқсың, сен мүлдем оған керек емес сезімдерді беріп жатырсың. Пример келтіремін, ол түсінеді ау деп. Ол түсінбейді. Еркекті қатты жақсы көрудің қажеті жоқ, еркекті түсіну керек. Күндіз сығу керек, түнде. Түсінің ғой, молодец. Вот. Енді мен саған қатырақ түсінікті болу үшін парочкаларымызды, Голливуд жұлдыздарын пример келтіру арқылы миыңды ебашить ететін боламын. Сен дайын бол, керек болса жазып ал, и біз бірге ұшамыз. Демалдық, иә? Енді жұмысқа кірісеміз, өзімізді өсіруге.